Сәлем, сіздермен жұлдыз 99. Жалпы адам әрқашан бір орында тұрмай дамығанды ұнатады. Ақылына ақыл қосып білімін үнемі жетілдіріп отыру ертеңіне алаңдайтын нағыз еңбекқор адамның ісі. Әрине біздің әрқайсымыз осы жолда жүріп өткіміз келеді. Бірақ қалай? Бүгінгі видео даму барысында сіздерге білу қажет ақпараттар жайлы болмақ. Қателесу. Қателесуден қорықпа, қателікті қайталаудан қорық деген. Әрбір қателесу сізді белгілі бір деңгейге көтереді, сабақ болады. Егер әр қателесуден соң абыржып, өзіңізге ренжитін болсаңыз, құлағыңызға алтын сырға. Бұл ісіңіз тек кері әсер етеді. Есіңізде болсын, әрбір болған жайтты қаласаңыз, өз пайдаңызға айналдыра аласыз. Сондықтан тек позитивті жағынан ойлаңыз. Қателесу мүмкіндігі түсіп тұрғанына қуана біліңіз. Ең үлкен жауың өзің. Әр бастамадан немесе күнделікті жасау керек нәрсені бастар алдында жалқаулық немесе қорқыныш сезімі пайда болуы мүмкін. Жасай аламын ба? Бұлай болып қалса ше? Олай болмаса ше деген сөздерді тілге тиек етіп, бастау керек дүниені кері шегере берсеңіз, ойланыңыз, сізге бұл іс қажет пе? Әрдайым өзіңізбен жұмыс жасаңыз, нәпсіңізді жеңе біліңіз, ішкі қайшылықтарыңызбен жұмыс жасаңыз. Адамның қандай екенін ортасына қарап анықтауға болады. Сол себепті дамуға қадам басам десеңіз, алдымен ортаңызды өзгертіңіз. Айналаңыздағы адамдардың сізбен бір арнада болуы маңызды. Өзіңізден гөрі көбірек білетін, мақсаты айқын адамдармен көбірек уақыт өткізіңіз. Ал жалқаулық, өсек, қыдыруды ғана білетін, әрі өсуіңізге кедергі келтіретін достарыңызбен уақытыңызды жұмсамаңыз. Сіздің ертеңіңізді ортаңыз анықтайды. Тұрақтылық. Қай салада болмасын бастаған ісіңізді соңына дейін жеткізіңіз. Күнделікті орындау қажет нәрселерді ертеңге қалдырмаңыз. Мына схемаға назар аударыңызшы. 1/100-дің 365 дәрежесі 37,8-ге тең болады, ал 0,99-дің 365 дәрежесі 0,3-ге тең болады. Яғни күнделікті жасаған ісіңіз нәтижесін тез береді. Гүлге су құйған іспетті. Әрбір алға басқан қадамыңыз арманыңызға жақындатады. Сондықтан тұрақты болыңыз, қайталаңыз, сіздің қолыңыздан келеді. Видео пайдалы болды ма? Егер ұнаса, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 пен бірге даму.